Апачасы болған бұғыны естіген апачасы арыстан сайлау қашан болып кеткен дейді. Қозыны ұстап алған қасқыр қозыны өтірік еркелетіп, мәмән қайда деп сұрап алды. Араққа тойып алған мас көшеде кока-кола ішіп тұрған балаға кола ішпей бүйрекке зиян депті. Мектеп шығармасынан төлеген жібекке сезім білдіру хатын жазған екен. Алайда жібек хатты бірден спамға жіберіпті. Так, жеті болмен жеті көпірді кетсеңіздер. Жеті бол, жеті көпірді біраз демейді. Жеті бол біраз, жеті көпірді. 3 жыл бойы бұзау көтермеген сиыр бұқасымен Зеңгі бабаның басына барып шырашап кетті. Өнер алды қызыл тіл дегенді естіген бір апамыз өнер академиясына барып тілін шығарып жүр екен. Қамыздан жаңағы бірінші қошасатын жеті жасында. Ұстайшы, артатын бәрі қартыма сауыстар. Түгінші болып істейтін апа хирург маманына кіріп, одан кейін бір аға келіп, мынау науқас қашан шығады десе, бір айналып беріңіз, дайын болады дейді. Мынау бұрын болған Шахризат деген сериал бар ғой. Соның ішінде Келем деген болды ғой жігіт. Сол 5 ағайындегі Келем, Айрам, Жыртам, Орнақ. Бір күні қысымды өлгім келеді деп беліне жықпайлап ағашқа ілініп тұр дейді. Сөйтіп дәрігерлер не істеп тұрсың десе, мен өлем десе, оны белге емес мойынға байлайды ма десе, жылды. Мен мойынға байладым, ауа жетпей қалды депті. Есен, давай. Молодец. Әйелінің тойда 2 сағат билеген көрген ағамыз. Нағыз қатын билеген заман осы екен. Ауылдағы апамыз етке шығын түсіп кетпесін деп, барлық шығынға папес дейіз бопты. Есен, давай. Мектеп кемел, білім тегіз. Оқу үйіне жылым қайшы. Ілім скотч. В общем, бәрі канцелярский ғой. Бір пирожки. Маған капс қоспаншы, аллерген бар деп айтады